Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін жастар мәдениеті және мәселесі бөлімін аяқтаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қайталау сабағы. Бүгінгі сабақ мақсаты бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз: қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойыңды дәлелдеп, эссе жазу. Тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазасыздар. Берілген сабақ мақсаттарына жету үшін төмендегі үзінділерді оқып, сұрақтарға жауап берейік. 9 жасар жетес 90-дағы Төле биге сәлем бере барыпты. Сонда Төле би: бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа, не қалайсың балам, депті. Сонда жетес бала: о қасиетті баба, ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Ат тонға бергісіз өлмейтін, өшпейтін, өмірі естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын, депті. Түрлі байлық бар, солардың таңдауын берсе, мен тіл байлығын таңдар едім. Өйткені тіл байлығы бәрінен де сенімді байлық. Қазақтың қара сөзінде көп мән жатыр. Күн шалмайтын қараңғы көңілді сөз шалады. Ендеше, соншалық қуатты да киелі қаруды қалай болса солай қолдануға болмайды. Әлемдік аренадағы айтулы шешендердің бірі Фидель Кастро. Испанша түсінбейтін бір ағылшын журналисі Фидельдің сөзін тыңдағаннан кейін, не айтқанын түсінбесем де, мен оның артынан еруге дайын болдым, деп жазған екен. Берілген ойдың мағынасы қандай? Талқылау сұрақтары. Берілген үзінділердің арасында қандай байланыс бар? Қандай сөздер адам сезіміне әсер етеді? Неліктен? Бүгінгі ел тізгінін ұстаған жастардың сөйлеу тіліне қаншалықты көңіліңіз толады? Жастардың көркем сөйлеуіне, шешендікке машықтануына қандай жолдар ұсынар едің? Еліміздегі сөзге шешен, ойы жүйрік жастарды біріктіретін қандай орталықтарды білесің? Сөз ойлы да мәнерлі болуы тиіс. Әйтпесе ол көздеген мақсатына жете алмайды. Халқымыз мәнді сөйлейтіндерді сөзі мірдің оғында екен деп дәріптейді. Оқушылар, сабағымыздың мақсатына сай тапсырмалар орындау үшін алдымен дискуссивті эссені есімізге түсірейік. Дискуссия, латынша пікірталас. Дискуссивті эсседе бір мәселе екі жақты пікір тұрғысынан қарастырылады. Аудиторияны белгілі бір көзқарасқа сендіру және оларды өз жағына көндіру. Басқа емес, тек сол ұстанымның неліктен тиімді екенін айқын тұжырымдау. Эсседе көтерілген тақырып бойынша әртүрлі көзқарастарды талдай отырып, пікір білдіру керек. Кіріспе. Эссенің 30% көлемі. Негізгі бөлім эссенің 60% көлемі. Қорытынды эссенің 10% көлемі. Оқушылар, көрсетілген сілтемеге өтіп, эссе жазу талаптарын есіңізге түсіре аласыздар. Бірінші тапсырма. Өздеріңіз тыңдап, түсінген мақсаттар бойынша жазылым жұмысын жасайық. Шешендік өнер ме, әлде туа біткен қасиет пе тақырыбында 120-150 сөз көлемінде дискуссивті эссе жазыңыз. Келісу, келіспеу себептеріне нақты аргумент келтіріп, фактілермен негіздеңіз. Негізгі идеяны ұстана отырып, ақпаратты жүйелеңіз. Эссе жазу барысында ұсынылатын критерий: қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазады. Дескриптор. Дискуссивті эссе туралы біледі, құрылымын сақтайды. Келісу, келіспеу себептерін дәлелдейді. Оқырманды сендіре алады. Мақал-мәтел,
тұрақты сөз тіркестері мен дәйек сөздерді орынды қолданады. Әртүрлі пікірлерді қарастыра отырып, дискуссивті эссе жазады. Екінші тапсырма. А бөлімі. Берілген тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазыңыздар. Баста бұлықсыған білім. Қарағылды қақ жару. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіру. Ә бөлімі. Кестені сәйкестендіріңіз. Көпшілікке қарата ауызша түрде айтылатын сөз орфографиялық норма. Бара алмады, бара алмады. Айта-айта, айта-айта. Сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы гаплология. Бүгінгі, бүгінгі. Жалық байық, жалық пайық. Қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау элезия. Шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау. Көрші буындар арасында қатар келген екі дауыстының алдыңғысы түсіп қалуы публицистика. Балалар, балдар, балалар. Диссимиляцияның әсерімен біркелкі буындардың біреуінің түсіріліп айтылуы шешендік сөздер. Репортаж, мақала, очерк, сұхбат. Тапсырма орындау барысында мына критерий мен дескрипторларды басшылыққа алыңыз. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазады. Тілдік бірліктерді орынды қолданады. Орфографиялық нормаға сай жазады. Тапсырманы сәтті орындады деген сенімдемін. Олай болса, ықтимал жауаппен салыстырып көрейік. Баста бұлықсыған білім. Баста бұлықсыған білім. Қара қылды қақ жару. Қара қылды қақ жару. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіру. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіру. Ә бөлімі кестені сәйкестендір. Сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы орфографиялық норма. Бүгінгі, бүгінгі. Жалық байық, жалық пайық. Ырғақтық топта айтылатын екі дауыстының бірінің жұтылып кетіп, бір ғана дауыстының айтылуы гаплология. Балалар, балдар, балалар. Диссимиляция әсерінен бірдей не ұқсас көрші буындардың түсіріліп айтылуы элезия. Барып бедің, барып па едің. Айта-айта, айта-айта. Қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау публицистика. Репортаж, мақала, очерк, сұхбат. Көпшілікке қарата ауызша түрде айтылатын сөз шешендік сөздер. Шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау. Бүгінгі сабақта нені меңгердік? Қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша дискуссивті эссе жаздық. Тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жаза алдық. Оқушылар, сабақ барысындағы өз әрекеттеріңізді бағалап, мадақтау сэндвичі тәсілімен бағалауыңызды сұраймын. Сіз бүгін қандай жаңа нәрсе білдіңіз? Сіз үшін бүгін не қызықты, пайдалы, тиімді болды? Сіз басқаша қалай істер едіңіз? Өзіндік жұмыс. Берілген сілтемеден
рух пен сөздің 3 деңгейі тақырыбындағы мақаланы оқып, свод талдау жасаңыздар. Сабақ барысында орындалған тапсырмалар негізінде сіздер өзіндік жұмысты өз дәрежесінде орындай алады деп сенемін. Жұмыстарыңызға сәттілік. Көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы Мәулен Балақаев, мәдениетті адамның өзі де, сөзі де, ойы да барынша жинақы болуы тиіс. Адамның сырт көрінісі, іштей жинақылығы, сөзі, ой көрісі, ізеттілігі, мәдениеттілігі бәрі жиналып, жұрт жүрегінің құлпын ашатын алтын кілт деген екен. Мәдениеті жоғары, білімді, тәрбиелі жас ауызекі сөйлегенде де әдеби тілдің нормаларын сақтап, дөрекі, жаман сөздерді араластырмай, ойын мәдениетті түрде жеткізеді. Сөз ойлы да мәнерлі болуы тиіс. Әйтпесе, ол көздеген мақсатына жете алмайды. Халқымыз мәнді сөйлейтіндерді сөзі мірдің оғындай екен деп дәріптеген. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.